Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын, қамыр осындай езілмейтін, жыртылмайтын, бір жесең тоқтамай жей бергің келетін осындай қожелі мантысының жасалу жолын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып отырыңыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз, шынымен де өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға қажетті мөлшерде шамамен 600 граммдай ұн салдым. Сіздер өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай салсаңыздар болады. Әрі қарай ыдысымызға, суымызға тұз қосып, бір жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып, барлығын біркелкі болғанша араластырып, қолымызбен жұмсақ орташа тығыздықта қамырелеп алатын боламыз. Суын көп құйып, қамырды қатты езіп жібермеңіздер. Орташа тығыздықта осындай жұмсақ қамыр болу керек. Енді бұл қамырды алып, бетін целлофанмен жауып жарты сағатқа тыңдыруға қалдырамыз. Осы уақыт аралығында начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай 3 дана пиязды алып, жақсылап тұрып, блендердің көмегімен майдалап алдым. Енді барлық начинкаларды жинаймыз. Ыдысымызға пиязды, оның үстіне тартылған етті, яғни фаршты салып, дәміне қарай тұзын, бұрышын, паприкасын қосып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Осылай үлкен қасықтың көмегімен жақсылап тұрып, барлығын біркелкі болғанша араластырып алдым. Немесе қолмен араластырсаңыздар да болады. Осылай начинкасы дайын болды. Әрі қарай қамырымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Қамырды алып, бірнеше бөліктерге осылай бөліп алып, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаятын боламыз. Қамыр өте жұмсақ, әрі тез жайылатын болады, және де осындай жұқа болу керек. Осылай қамырды алып алғаннан кейін, оны бірнеше бөліктерге осылай оқтаудың көмегімен бөліктерге бөлуге ыңғайлы етіп, осылай орналастырып алып, пышақпен осылай үлкен етіп, осылай кесіп алатын боламыз. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Каналымнан әртүрлі тәтті, дәмді, әрі оңай рецептерді таба аласыздар. Осылай қамырды жақсылап тұрып, барынша үлкен етіп кесіп алыңыздар. Манттың қамырынан сәл үлкендеу болу керек. Енді видеода көрсетілгендей етіп, ортасына жұқалап фаршты осылай жайып аласыздар да, екі шетін мантыны түйген сияқты етіп, осылай түйіп аласыздар. Тағы да бірнеше рет осылай көрсеттім видеода. Қарап жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Негізі начинкасын аздап салу керек, бірақ мен сәл көптеп етіп салдым. Осылай барлығын алдын ала дайындап алдым. Әрі қарай мантаваркаға орналастыратын боламыз. Манты пісіретін мантаварканың бетін жақсылап тұрып, майлап, өсімдік майымен осылай майды жағып аламыз. Және де қожелі мантыларын осылай біртіндеп орналастырамыз. Мантыны қойған сайын, тағы да өсімдік майымен осылай мантының үстіне осылай май жағып отырыңыздар. Сол кезде бір-біріне мүлде жабыспай, сондай шырынды, күшті болып пісетін болады. Осылай барлығын біркелкі етіп орналастырып шықтым. Енді қазанымызға салып пісіріп алатын боламыз. Мантының пісуіне 35-40 минут жеткілікті. Осы уақыт аралығында манты толық пісіп шығатын болады. Және де осы мантыға арнайы өзінің соусы болады. Сол соусты дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязды алып, жақсылап тұрып, майда етіп турап алу керекпіз. Мен негізі қатты майдаламадым, бірақ бұданда барынша майда болған дұрыс. Осылай майда етіп турап алғаннан кейін сковородкаға дайындадым. Сіздер кез келген ыдыстарыңызға дайындай берсеңіздер болады. Осылай сковородкаға өсімдік майын құйып, сәл қыздырып, пияздарды салып, жақсылап тұрып, 5 минуттай осылай қорап алдым. Оның үстіне дәміне қарай қара бұрыш, тұз және де томатный паста қосып, және де бір қасық қант қостым. Сол кезде дәмі өте күшті, дәмді болып шығады. Осылай барлығын біркелкі етіп қуырып, үстіне қатты қуырылғаннан кейін үстіне 300 мл су құйыңыздар. Сосын су құйып жақсылап тұрып, баяу отта
жарты сағат бойы қайнатасыздар. Бұл кезде пияз өзі езіліп, сондай дәмді болып тұрады. Қараңыздар, осындай қоюланып, өте дәмді болып тұрады. Бұл соусқа мантаны қалай матырып жесең де тоймайсың. Негізі оның фишкасы осы соусында болып тұр. Осылай мантаны пісіріп алдым. Қараңыздар, қандай күшті болып шыққан. Енді тарелкаға салып, осылай дастарханға ұсындым. Арасына соусты ыдысқа құйып, осылай арасына қойдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, сондай шырынды, бір жесең тоқтамай жей бергің келеді. Негізі міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған дәмді рецепттер жинағы. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Каналымнан әртүрлі оңай әрі өте дәмді рецепттерді таба аласыз. Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын, ешқандай миксерсіз, осындай жұмсақ, нәзік 3 стакана деген торттың жасалу жолын ұсынатын боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмыртқа бөлме температурасында болуы маңызды. Оның үстіне 200 грамм қант қосып, тағы да жақсылап тұрып, қант ерігенше араластыру қажетпіз. Оның үстіне 300 мл айран құямыз. Айранның проценті маңызды емес, кез келген айранды құя берсеңіздер болады. Жақсылап тұрып, тағы да араластырамыз. Және де осылай електен ұнды бірнеше бөліктерге бөліп, оның үстіне какаоны да осылай електен осылай өткізіп алып, және де ең маңыздысы 2 ас қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель, және де жарты ас қасық сода қосып, оны да електен жақсылап тұрып өткізіп, осылай барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Миксер қолдансаңыздар да болады, бірақ мен миксер қолданбадым. Қосып жатқан ингредиенттеріміздің барлығы бөлме температурасында болуы керек. Сол кезде торттың қамыры осындай пышный, өте күшті, воздушный болып көтеріледі. Жақсылап тұрып араластырып болғаннан кейін өсімдік майын құйып, тағы да жақсылап тұрып біркелкі масса болғанша, яғни осындай қоймалжың масса болу қажет. Енді осы дайын болған массаны құятын форманы дайындап аламыз. Астына фольга және де пергамент қағазын төсеп, 22 диаметрлі формаға барлық массаны құйып, алдын ала пешті 180 градуста қыздырып қойып, пісіріп алатын боламыз. 35-40 минут аралығында пісіп шығады. Осындай воздушный болып, күшті болып пісті. Енді ыдысымыздан, формадан, яғни босатып, суытуға қалдырамыз. Міндетті түрде осылай суытып алыңыздар. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Менің каналымнан оңай әрі өте дәмді рецепттерді таба аласыз. Әрі қарай кремін дайындаймыз. Ол үшін мен вареный сгущенканы пайдаландым, және де 20% қаймақ қолдандым. Сіздер кез келген сливкемен де жасап көрсеңіздер болады. Қаймақтың проценті 20%-тен кем болмауы маңызды. Міндетті түрде 20% немесе 20%-тен жоғары болу керек. Барлығын жақсылап тұрып венчикпен біркелкі масса болғанша осылай кремін дайындап аламын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдыратын боламын. Осылай кремді дайындап алдық. Әрі қарай суытуға қалдырған коржигімізді алып, осылай пышақтың көмегімен теңдей етіп, 3 бөлікке осылай бөліп алдым. Пышақпен осылай бірінші кесіп алып, немесе жіппен де пайдалансаңыздар болады. Шетін пышақпен осылай біркелкі етіп кесіп аласыздар да, әрі қарай жіпті айналдыра өткізіп, осылай жіп арқылы кессеңіздер бірдей болып кесіледі. Қараңыздар, осылай жіптің көмегімен оп-оңай барлығын осылай теңдей 3 бөлікке бөліп алдым. Әрі қарай үстіне дайындап алған кремімізді 2 осындай қасықтан жақсылап тұрып, біркелкі болғанша осылай толтырып құйып шығатын боламыз. Бұл тортымызға ешқандай пропетка құймасаңыздар да болады, себебі ортасы влажный, сондай дәмді болып тұрады, жұмсақ.
осылай барлығын кремін қойып, үстіне де кремін жағып, осылай дайындап алдық. Артық жерлерін, яғни кождан қалған артық жерлерін алып, осылай крошка дайындап алған болатынмын. Осылай барлығын кремді сыртына дейін осылай жақсылап тұрып, осылай жағып алдым да, дайындап алған крошканы әсемдік үшін үстіне және жандарына жақсылап тұрып осылай әсемдеу үшін сеуіп шықтым. Тортымыз дайын. Міндетті түрде холодильникке 3-4 сағатқа немесе 1 түнге қалдырыңыздар. Сол кезде осындай жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Мен бірақ бірден дәмін көріп, осылай кесіп дәмін көрдім. Кремі сіңбеген, бірақ сонда да өте дәмді, сондай нәзік болып шыққан. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Құрамы да жасалуы да өте оңай, дәмі де өте тәтті болып шығады. Сіздермен болған дәмді рецептер жинағы менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді әрі тойымды нан-қуырдақтың немесе нан-палау деп те, нан-қуырдақ деп те айтып жатады. Осындай бір ерекше тамақтың жасалу жолын ұсынатын боламын. Ең алдымен пияздарымызды жақсылап тұрып, көбіктеп турап аламыз. Артынша сәбіздерімізді де солонка етіп, палауға турағандай, бірақ сәл кішкентай етіп, осылай тураймыз. Осылай етімізді де көбіктеп турап алған болатын. Біз қазанға аздап май құйып, қыздырып, еттерімізді салып, осылай 5-10 минуттай қуырып аламыз. Артынша көбіктеп туралған пияздарымызды салып, тағда 5-10 минут жақсылап тұрып, қуырып, бетін жауып қалдырамыз. Оның үстіне солонка етіп туралған сәбіздерімізді де салып, жақсылап тұрып, 15 минутқа қуырылғанша бетін жауып қалдырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және де 1 қасық томатный паста қостым. Оны қоспасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап тұрып, осылай қуырып, 15 минутқа бетін жауып, баяу отта осылай қуырып алатын боламыз. Ет осылай қызарғанша жақсылап тұрып қуырып алыңыздар. Осылай қуырылғаннан кейін үстіне 300 мл жылы су құямыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, баяу отта ет піскенше, яғни 1 немесе 1,5 сағатқа баяу отта қалдырамыз. Әрі қарай қамырын дайындаймыз. Ең бірінші ұнымызды алып, жақсылап тұрып ыдысымызға саламыз. Мен өз мөлшерімен дайындадым. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Осылай ұнның үстіне су құямыз. Менде су тұзды су, суға тұз араластырып, және де үстіне 1 жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып араластырып, осылай қолыммен жұп-жұмсақ орташа тығыздықта қамыр илеп алдым. Қамыр дайын болғаннан кейін осылай тандыруға жарты сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Жарты сағат болмаса да 15 минутқа тандыруға қалдырыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз жұп-жұмсақ әрі тез жайылатын болады. Осылай оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып алдым. Енді осылай жайылған қамырды алып, пышақтың көмегімен бірнеше бөліктерге осылай бөліп алатын боламын. Қамырларымызды алып, осылай кішкентай бөліктерге бөліп алып, қызып тұрған сковородкада 2 бетін жақсылап тұрып кептіріп алатын боламыз. Сковородка болмаса, селпешке немесе кез келген духовкаға осылай кептіріп алуға болады. Табаны жақсылап тұрып қыздырып, қамырды салып, 2 бетін осылай 20 секундтан кейін келесі бетіне аударып, осылай кептіріп алсаңыздар болады. Осы әдіспен де осылай кептіріп көріңіздер. Уақыттарыңызды экономдайсыздар, себебі өте тез дайын болады. Осылай барлығын жақсылап тұрып кептіріп алдым. Енді әрі қарай осының барлығын осылай жинақтап, бірінің үстіне бірін қойып, осылай орап алып, кеспені осылай кесіп шығатын боламын. Бұл кеспені кез келген тамақ түріне пайдалансаңыздар болады. Мен үнемі лапша жасағанда осы кеспені пайдаланамын. Әрі қарай нан-қуырдаққа мен картошка қосамын, оны қоспауға да болады. Осылай барлығын көбіктеп турап аламын. Және де қайнап тұрған тамақтың үстіне салып, 1-2 минуттай қайнатып, үстіне дайын болған жаңағы кеспелерімізді салып шығатын боламын. Айтпақшы, бұл кеспелерді 1 апта немесе 1 ай бойы холодильникке немесе морозильникке сақтап пайдалана берсеңіздер болады. Осылай барлығын картошка салғаннан кейін артынша осылай кеспелерді де салып, бетін жауып, 20 минуттай пісіріп алатын боламын.
қатты отта 10 минуттай қайнатып, суы тартылғанша, одан кейін тағы да 10 минут баяу отқа қойып, солай пісірсеңіздер толық пісіп шығады. Мүлде уайымдамаңыздар, қамыр мүлде шикі болып қалмайды. Осылай барлығын пісіріп, осылай үйдегілерге ұсындым. Міндетті түрде сізде жасап көріңіз. Өте дәмді әрі өте тойымды тамақ. Сіздермен болған тәтті рецепттер жинағы менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналымнан әртүрлі оңай әрі дәмді рецепттерді таба аласыз. Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын, жасалуы да өте оңай. Алдағы келе жатқан Рамазан айына жасап көрсеңіздер де болады. Дәмі енді өте ерекше әрі дәмді болып шығатын, осындай долма деп аталатын тамақтың жасалу жолын бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен барлық қажетті заттарын дайындап алдым. Ол үшін бізге фарш және де жақсылап жуып тазаланған күріш, бір жұмыртқа және де дәміне қарай паприка, тұз, қара бұрышын қосып, осылай пиязды жақсылап тұрып, блендермен майдалап сақтап аламын. Оны да қосып, барлығын жақсылап тұрып, бір келкі болғанша араластыратын боламын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Осылай жақсылап тұрып араластырып алғаннан кейін әрі қарай гарнирін дайындайтын боламын. Мен гарниріне картопты пайдаландым. Сіздер кез келген макаронды да пайдаланып жасауға болады. Осылай картошканы алып, бірнеше бөліктерге солонка тәрізді етіп, осылай турап алдым. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса отырыңыз. Менің каналымнан әртүрлі тәтті дәмді пирогтардың, ыстық тамақтардың, торттардың әртүрлі рецепттерді таба аласыз. Әрі қарай осылай дайындап алған долманың начинкасын қолмен алып, осылай сопақша етіп, осылай тарелкаға орналастырып шығатын боламын. Видеода көріп тұрғандай, қолымызға қасықпен осылай алып, осылай қысамыз. Сол кезде осылай сопақ фигура пайда болады. Енді осылай дайын болған долмаларымызды алып, оның үстіне аунатып алатын боламыз. Міндетті түрде осылай аунатыңыздар. Сол кезде піскен кезде мүлде езіліп немесе шашырап кетпейтін болады. Осылай ұнға домалатып алған долмаларымызды алып, енді жұмыртқаға осылай бір рет тағы да малып алып, қызып тұрған табаға аздап май құйып, екі жағын қызарғанша 4-5 минут қызарғанша осылай пісіріп алатын боламыз. Толық пісірмейміз, тек екі жағы қызарғанша ғана осылай ұстап тұру қажет. Осылай бір жағы қызарғаннан кейін келесі жағына аударып, екі жағын толықтай қызартып, осылай пісіріп алатын боламын. Осылай екі жағы қызарғанша толықтай қызартып, осылай пісіріп аламыз. Әрі қарай осы ыдысымызға картошкаларымызды да салып, екі жағы қызарғанша толық қуырып алатын боламыз. Картошканы қуырып жатқан кезде мүлде бетін жаппаңыздар, осылай ашық тұру керек. Осылай түбін міндетті түрде араластырып отырыңыздар, асты жабысып қалмау үшін. Картошкалар қуырылғанша бөлек ыдысқа аздап өсімдік майын құйып, оның үстіне сақтап тұралған пиязды қосып, жақсылап тұрып қуырып, оның үстіне томатный паста қосып, тағы да қуырып, қуырылып жатқан картошканы үстіне салатын боламын. Барлығын салып, тағы да 1-2 минут қуырамын. Оның үстіне алдын ала дайындап қойған долмаларымызды салып шығатын боламын. Осылай долмаларды салып болғаннан кейін үстіне 1 стакан қайнап тұрған суды құйып,
бетін жауып 40-45 минутқа бұқтырып пісіріп алатын боламын. Долмамыз осылай дайын болды. Өте ерекше, әрбір жасағаннан сәтті әрі тез дайындалады. Осылай дастарханға әдемі етіп ұсындым. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз. Ас болсын. Сіздермен болған тәтті рецептер жинағы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді, жасалуы да оңай, осындай чесночный хлебтің жасалу жолын ұсынатын боламын. Дәмі өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен осындай кез келген нанды жұқалап, ыңғайлы формаға келтіріп турап аласыздар. Және де теркадан өткізілген сарымсаққа моцарелла сырын қостым. Сіздер кез келген сырды пайдалана берсеңіздер болады. Осылай дайындап алғаннан кейін үстіне майонез қосып, жақсылап тұрып араластыратын боламын. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан әртүрлі тәтті дәмді кешкі асқа, түскі асқа, кез келген выпечкалардың, торттардың, ыстық тамақ түрлерін таба аласыздар. Осылай жақсылап тұрып араластырғаннан кейін оның үстіне сушеный укроп қосамын. Сіздер свежий укропты да пайдалансаңыздар болады. Барлық қажетті құрамды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Осылай барлығын жақсылап тұрып араластырып алғаннан кейін алдын ала пеште 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Осылай жақсылап араластырып, нанның бетіне жарты ас қасықтан қатты толтырмай барлығын жағып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Жасалуы өте оңай әрі өте дәмді болып шығады. Кез келген сорпалы тағаммен ұсына берсеңіздер болады. Осылай барлығын жағып дайындап алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешімізде 10 минут қана пісіріп алатын боламыз. 10 минут тұрса жеткілікті. Осылай сыры езіліп өте дәмді болып дайын болады. Қараңыздар, біздің чесночный хлебіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді, дәмі ауызда ерейтіндей, бір жесең тоқтамай жеп қоясын. Біздің отбасымызға қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Каналымнан әртүрлі рецептерді таба аласыздар. Сіздермен болған дәмді рецептер жинағы. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналым өте пайдалы. Осындай оңай әрі тез жасалатын дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді бір ғана ашыған қамырдан осындай екі түрлі бауырсақ пен пирожкидің жасалу жолын ұсынатын боламын. Осындай бауырсақтар үлпілдек болып, күшті болып пісіп шығатын болады. Универсальный қамыр деп айтуға болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті, оның үстіне жылы суды құйып, құрғақ ашытқыны саламыз. Ашытқының мерзімі өтпеген болуы және де балғын болуы маңызды. Және де дәміне қарай 1,5 ас қасық қант қосып, және де жарты ас қасық тұз қосып, жақсылап тұрып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне қажетті мөлшерде ұн қосып, жақсылап тұрып, қолымызбен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Барлық қажетті құрамды описание бөлімінде қалдырамын. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан әртүрлі выпечкалардың, торттардың, тәтті тамақ түрлерінің кез келген дәмді әрі оңай жасалатын рецептерді таба аласыздар. Қамырды біріктірейін деп жатқан кезде осылай ерітілген сары майды қостым, немесе жұмсақ сары майды да, яғни бөлме температурасындағы сары майды да қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап тұрып, барлығын біркелкі етіп, орташа тығыздықта жұмсақ қамыр елеп алатын боламын. Осылай қамыр жұмсақ, қолға сәл жабысатын қамыр болды. Енді крышкасын жауып, 1 сағатқа көтерілгенше бетін жауып қалдыратын боламын.
Осы уақыт аралығында начинкасын дайындаймын. Мен начинкасына тек қана жұмыртқаның өзін пайдаландым. Сіздер кез келген картошкамен, капустамен, кез келген начинканы пайдалана берсеңіздер болады. Немесе жұмыртқаға көкпиязды араластырып жасауға да болады. Мен тек жұмыртқаның өзін ғана пайдаландым. Осылай барлығын жақсылап тұрып турап алып, ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз, немесе бұрыш, кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Осы уақыт аралығында қамырымызда осындай үлпілдек болып көтеріліп дайын болды. Қамырдың осындай үлпілдек әрі күшті болып көтерілуі үшін ашытқының мерзімі өтпеген болуы, яғни балғын болуы маңызды. Сол кезде қамырларыңыз осындай үлпілдек күшті болып көтерілетін болады. Енді бұл қамырды алып, аздап ұн сеуіп, екі бөлікке бөліп, пирожкиге ыңғайлы етіп, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қамырдан кез келген пирожкидан бөлек бауырсақ немесе беляши сияқты кез келген заттарды пісіруге болады. Бір сөзбен айтқанда универсальный қамыр деп айтуға болады. Осылай өзімізге ыңғайлы етіп, көз мөлшерімен бөлдім. Біркелкі шығу үшін таразымен өлшеп алсаңыздар да болады. Әр бөлігін алып, осылай қолымызбен дөмалақтап шығамыз. Біздің осы қамырларды жаюға ыңғайлы болу үшін осылай барлығын дөмалақтап, жарты сағатқа немесе 15 минутқа бетін жауып қалдырып қойсаңыздар болады. Осылай барлығын дайындап алып, енді оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алып, ортасына начинкасын салып, пирожкимізді пісіретін боламыз. Қамырды жайған кезде жұқалығына мән беріңіздер, қалың болып қалмасын. Осылай орташа жұқа етіп, жарты ас қасық көлемінде начинкасын қатты толтырмай салып, осылай жан-жағын қолыңызбен осылай видеода көрсетілгендей түйіп, осылай дайындайсыздар. Өздеріңізге ұнаған форма берсеңіздер де болады. Осылай барлығын алдын ала дайындап, жарты сағатқа бетін жауып тағы да қалдырған болатынмын. Немесе 15 минутқа, асығыс болсаңыз 5-10 минутқа бетін жауып қалдырып, солай жасап көріңіз. Сол кезде пирожкилеріңіз жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын алдын ала жасап дайындап алдым. Пирожкилар дайын болды. Енді пісіріп алатын боламыз. Табамызға өсімдік майын құйып, қатты қыздырып, пісіріп жатқан кезде пештің астын жай басып, яғни орташа отта пирожкиларымызды екі жағы қызарғанша толықтай пісіріп алатын боламыз. Осылай бір беті қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып, осындай сарғайса жеткілікті орташа отта пісіріңіздер. Сол кезде қамыр болып қалмайды. Ортасы толық күшті болып пісетін болады. Қараңыздар, біздің пирожкилеріміз осындай күшті болып қызарып пісті. Енді майын жақсылап тұрып, осылай сүзіп, бөлек ыдысқа алып алатын боламын. Астына міндетті түрде салфетка төсеңіздер, артық майларын өзіне сіңіріп алады. Осылай пирожкиден қалған қамырды алып, бауырсақ дайындадым. Қамыры көп болып кеткеннен кейін осылай бауырсақ пісірген болатынмын. Бір сөзбен айтқанда, қамыр өте идеальный болып шықты. Кез келген осылай бауырсаққа да, беляши пісіруге де жарай береді. Осылай бауырсақтарымыз үлпілдек күшті болып пісіп шықты. Қараңыздар достар, біздің пирожкилеріміз бен бауырсақтарымыз дайын болды. Сондай дәмді, жұп-жұмсақ, әрі үлпілдек болып піскен болатын. Еш уайымдамаңыздар, ортасы шикі болып қалмайды, сондай дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Сіздермен болған дәмді рецепттер жинағы менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Қайырлы күн достар, бүгін осындай өте дәмді, дәмі ауызда ерейтін, осындай фрикаделькеден сорпа дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап отырыңыздар. Кешкі асқа өте дәмді әрі өте тойымды тамақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен пияздарды жақсылап тұрып блендермен майдалап алатын боламыз. Блендер болмаса, қолмен жақсылап тұрып
сақтап көбіктап турасаңыздар болады. Осылай жақсылап тұрып майдалап алғаннан кейін мен сиырдың фаршын пайдаландым. Сіздер кез келген фаршты пайдалансаңыздар болады. Фаршты салып, үстіне сақтап туралған пиязды салып, дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жақсылап тұрып осылай начинкасын дайындап алдым. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан әртүрлі оңай әрі өте дәмді рецепттерді таба аласыздар. Осылай дәміне қарай тұздың бұрышын қостым. Сіздер кез келген дәмдеушілерді қосаңыздар болады. Начинкасын дайындап алғаннан кейін фарштарды осылай видеода көрсетілгендей етіп домалақтап шығатын боламыз. Осылай видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Одан кейін сорпаға салған кезде шашырап кетпеу үшін ұнға аунатып алатын боламыз. Фаршпен жұмыс жасағанда абайлаңыздар, себебі фарш өте жұмсақ болады. Бірден формасы бұзылып кетуі мүмкін, яғни бір-бірінен ажырап кетуі мүмкін. Осылай ұнға жақсылап тұрып аунатып алғаннан кейін суға, яғни таза жылы суға салып, тағы да ұнға осылай жақсылап начинкасын дайындап алдым. Әрі қарай пісіретін боламыз. Мен сорпаға пісірдім. Сіздер кез келген суға немесе қуырыпта пісірсеңіздер болады. Осылай пияз бен сәбізді жақсылап тұрып қуырып, үстіне қайнаған су құйып, дәмдеуіштер қосып, осылай сорпасын дайындап алған болатынмын. Осылай фрикаделькелердің барлығын салып, қатты отта 5 минуттай қайнатып, әрі қарай 15 минут жай отта пісірдім. Осылай біздің тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай әрі өте тез жасалады. Сіздермен болған дәмді рецепттер жинағы. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Осындай оңай әрі өте тез дайын болатын дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді, таңғы асқа пайдалы осындай саладан ботқа дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен ыдысымызға осындай саланы пайдаландым. Сіздер кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Осылай ыдысымызға қажетті мөлшерде салып аламыз. Барлық қажетті құрамды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Үстіне 1 литр су құйып, газге қойып алатын боламыз. Орташа отта қайнағанша қалдырамыз. Дәміне қарай жарты ас қасық тұз қостым, немесе қант қосуға да болады. Осылай жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып, орташа отта 10 минуттай қайнатып аламыз. Осылай қайнайды, су өзіне тартылу керек. Сол кезде тағы да жарты литр су құйып, осылай бая отта қайнатамыз. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан әртүрлі таңғы асқа, кешкі асқа арналған әртүрлі рецепттерді таба аласыздар. Осылай бая отта қайнағаннан кейін үстіне сүтті құйып, жақсылап тұрып, тағы да араластырып, 5 минутқа бетін жауып, бая отта қалдырамын.
Осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Жасалуы өте оңай әрі өте дәмді болып шығады. Сүтті құйғаннан кейін осылай қатты қайнағанша қалдырамыз. Одан кейін газдың астын жай басып, тағы да бір 2 минуттай кашаны бетін жауып қалдыратын боламыз. Сол кезде кашаның сүті бір-біріне сіңіп, дәмі ерекше қоюлана түседі. Осылай кашамыз дайын болды. Қараңыздар, сондай өте дәмді, қою болып пісті. Енді осылай дәміне қарай қант немесе сары май салып ұсыныңыздар. Міндетті түрде сары маймен беріңіздер. Сол кезде сары май жалпы адам ағзасына өте пайдалы, әсіресе ішек микрофлорасының жақсы жұмыс жасауына жақсы әсер етеді. Сол себепті осылай сары май қосып беріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған дәмді рецепттер жинағы менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан әртүрлі таңғы асқа, кешкі асқа, тәтті выпечкалардың әртүрлі рецепттерді таба аласыздар. Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді әрі ерекше бір жасағаннан сәтті шығатын әрі тойымды осындай фарштағы жұмыртқа тағамын жасайтын боламыз. Жасалуы оңай, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен пиязымызды жақсылап тұрып блендерден майдалап өткізіп аламыз. Фарштың үстіне қосып және де бір жұмыртқаны дәміне қарай 1,5 ас қасық тұз және де бұрыш, паприка қосып, өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Барлығын жақсылап тұрып, біркелкі болғанша қасықпен немесе қолмен осылай араластырып аламын. Қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Осылай барлығын жақсылап тұрып араластырып, начинкасын дайындап алдым. Алдын ала жұмыртқаны пісіріп, қабығын ашып, осылай дайындап алыңыздар. Енді фарштың ішіне жұмыртқаларды орналастырып шығамыз. Видеода көрсетілгендей, қолымызға фаршты толтырып алып, жұмыртқаны арасына салып, осылай домалақтап шығамыз. Жасалуы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай бірнеше рет видеода көрсеткен болатынмын. Осылай әбден домалақтайсыздар. Сол кезде бір-бірінен ажырап кетпейді. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Каналымнан әртүрлі оңай әрі осындай дәмді ыстық тамақтардың, пирогтардың, торттардың әртүрлі рецепттерді таба аласыздар. Осылай барлығын алдын ала дайындап алдым. Әрі қарай тағы да қосатын қосымша қоспаларын дайындаймын. Ол үшін картошканы алып, осылай орташа көлемде турап дайындап аламын. Бұл картошкаларды қатты майда етіп турап жіберіппін. Сіздер ірі етіп турасаңыздар болады. Осылай сковородкаға майымызды құйып, картошканың екі жағы қызарғанша жақсылап тұрып, осылай қуырып алатын боламыз. Осылай қызарып қуырылса жеткілікті. Әрі қарай сәбізді және де пиязды жақсылап тұрып, солонка етіп, өзімізге ыңғайлы формада осылай кесіп алатын боламыз. Бұл тамақты кез келген гарнирмен ұсына аласыз. Күрішпен, макаронмен, немесе пюремен, немесе мен сияқты осылай картошкамен ұсынып көріңіз. Дәмді болу үшін әртүрлі көкөністер қостым. Капустаны да осылай турап қостым. Капуста қоспауға да болады, бірақ өте дәмді, сондай жұмсақ болып тұрады. Және де тәтті болып тұру үшін помидорды да қостым. Осылай артық жерлерін алып тастап, жақсылап тұрып, алдын ала турап дайындап алдым. Немесе мүлде басқа өзіңізге ұнаған көкөніс түрін қолдансаңыздар болады. Қазанға майды құйып, жақсылап қыздырып, дайындап алған пиязбен сәбіздерімізді салып, дәміне қарай тұз, бұрыш барлығын салып, жақсылап тұрып, бір 15 минуттай осылай қуырып алатын боламын. Осылай қуырылғаннан кейін үстіне туралған капусталарымызды салып, тағы да 15 минуттай қуырып, бетін жауып қалдырамын.
Осылай қуырылғаннан кейін үстіне помидорымызды салып, жақсылап тұрып, тағы да араластырып, 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Алдын ала қуырып дайындап алған картошкаларымызды да салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай араластырып алғаннан кейін үстіне фарштарымызды орналастырып шығамыз. Оның үстіне 300 мл суға біраз қасық томат қосып, үстіне құйып, қақпағын жауып, жарты сағат қатты отта пісіріп алатын боламыз. Қараңыздар, осылай тамақ дайын болды. Өте дәмді, әрі өте тойымды тамақ. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осылай тарелкамызға гарнирін салып алдық. Піскеннен кейін фарштарды бөлек ыдысқа салып алыңыздар. Осылай ыдысымызға салып, бетіне фарштарымызды осылай теңдей 2 бөлікке бөліп, әдемі етіп орналастырып шықтым. Сіздермен болған дәмді рецепттер жинағы міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Осындай өте ерекше әрі дәмді тамақтардың рецептімен бөлісетін боламын.